salayın. Aydım aydım nekeri bu salimde salayın. Kazakta bulsun tağı toy. Ak dilegim tileyin, hey, ak dilegim tileyin. Düğüm elge taralsın, kazağımız mın jasap, kariyalar kuvatsın. Hey, disi bende molgullu, babuzumda maylasın. Kincimeni payında, kızım güldüğü şaynasın. Desegin çüldürlep, sebilerim oynasın. Kazakta bulsun tağı toy. Aynalayın kazağım, hey, aynalayın kazağım. Tavsulmasın bazarın, er şanıra toy görüp bosamasın kazarın. Hey, kelin tüsüp şanıra kaşarlanı bombosun. Kuzuzadı kıyaga bargan jeri bombosun. Şalkıtası kudalar kigenlerin tombosun. Kazakta bulsun tağı toy. Hoş geldiniz kudalar. Kudalar keldi karşı alıştırın ağayı. Demeye birge uyusunlar kudalar ağayı. Altın açısın atalarından әшелер, ат қара ошалар соmayın. Hoş geldiniz құрметті kudalar. Төрлеріңіздер билеп отырайық. Жақсы қыздар билеп, жаман қыздар бір сөйлеп береді. Ортаға билалай қана құда-құдайлар келіміздеріне ортаға шала билалай. Жақсылар билеп отырамыз. Senin жан-жағаң дегенде жар болуды қаламайсың мендегі. Сонда сенің махаббаттың болуға материалдық жағдайың келмейді. Сенімде байдың қызы байғанға, мен жердемін сен деп көңіл айырма. Қарапайым отбасындай бір жерде шаруаның баласының жайғанда. Ақырған айдан бері айдана, бақытыңды баяғы үшін байрама. Ортаға билалай келіңіздер. Seni istеген баяғыда оларым жетпейді саған бар. Сенімді байдың қызы байрама, мен жердемін сен деп айырма. Қарапайым отбасындай ер жерде шаруаның баласының жайғанда. Айдын дей айдана, бақытыңды байға үшін байрама. Мен ауылда тұрғым келірсің, ал сенің үшін қарағаны қайрала. Biletmişler, bugün Alman maktabadır, жайға-жай кеңіздер, әлем білет. Құлалар бүгінгі шаларыңыз құтты болсын, анам құтты болсын, бүгінгілі
жастардың бақыт кешіне арнайы құттықтау осылай төленіп жатқан әулеттің көшін алдап жүрген ел тірлігін түзеткен ер ағаларымыздан бір әлемі бүгінгі келген қадамға жастарымызға деген жайған ақ тазалығымызға деген ақ бағаннан құдалар өздерімізді алсақ деп жатырмыз. Әлемі ақ батарда алтын жөн көрсетіп жол көрсетсеңіздер құдалар қайсыңыздар? Бәрекелді, рахмет, ниеттеріңіз қабыл болсын. Бүгінгі керемет кешімізге келіп жатқан құдаларымыздың, құдағиларымыздың алдына ағайындар енді кішкене жақындай әлемілеп кереметтегі сусыннан, шайынан ұсынайық, дәммен ұсынайық, келіп жатқан құдаларымыз бен құдағиларымызға кішкене қызмет көрсетейік. Содан кейін келіп жатқан елдеріңізді, келіп жатқан жерлеріңізді, әулетті, бүгін той жасап жатқан той иелерін әлемілеп сіздерге таныстыратын боламыз. Енді мына кішкене алқымнан алпай, енді қазып олыңыздар, кішкене дастарханға дәмге қарап, әлі қуатқан болыңыздар. Содан кейін әдемі бүгінгі керемет кешіміздің таныстыру рәсімін бастайтын боламыз. Жастар келіңіздер, міне ағайындар қауым әдемілеп қызметке кірісіңіздер. Бірге құдалардың жанына жақтап, бір су жұрған қойып әдемілеп дәмден ұсынайық. Одан кейін келіп жатқан әулетті әлемдеп таныстыратын боламыз. Келіңіз, құдалар, құдағилар келіп жатқан, елдеріңіз келіп жатқан, жерлеріңіз енді баршаларыңыз білесіздер. Бұл әулет өзі бүгінгі иманқұл, иманның қызы өстірген құтты шаңырақ. Сіздердей бүгінгі алтыбауыт елменен құдағи болып, бүгінгі таңда өрістіге келіп, араға керемет алтын көпір салып жатқан жағдайы бар. Енді қымбат ағайын, қадірлі кешіміздің қонақтары тектілігімен хабарлас, кемелдікпен кіндікте сұлған, рухы асқан, бірлігі бекем болған бүгінгі Жолдасбаевтар шаңырағында, Жолдасбаевтар әулетінде Ақтөбенің қарды жарықта ұлыстың ұлы мерекесі аталып жатыр. Осы бір керемет кешімізге құтты болсын айтып келіп жатқан құраларымызға, құдағиларымызға қуанышты бөліссек көбейеді, қайғыны бөліссек азаяды деген талмады елдің ұрпағымыз. Осы бір қуанышымызды бөлісіп, арнайы дастарханымыздың төрінен көрісіп келіп жатқан қымбатты да қадірлі құдалар, құдағилар, ақыл ауысат, ырыс шығысат деген тектеміз осы әулетте болып жатқан дәстүрлі той баршаларымызға жұмысты болсын деп алдымен Ақбекті біз білдірейік ардақтағайын. Осы Жолдасбаевтар шаңырағында өзі бүгінгі таңда енді баршаларыңыз білесіздер, құдалар, құдағилар енді ел мен елдің арасына алтын көпір түсіп жатқаннан кейін мән-жайдың барлығын біліп келіп жатсыздар. Көзімізден кетсе де көңілімізден кетпеген Досмағамбет ағамыздың ұлы бүгінгі таңда Бағдәулеттей серіміз, сіздердей текті елдің арнайы балжандай сұлудың бірінші болып білегінен ұстап, бүгін осы бір керемет кешті сіздерге тарту етіп жатқан жағдайы бар. Біздің Балзия анамыз бен Қылышқан ағамыз өзім деген жекжат жақсылардың барлығын ақ дастарханның басына біріктіріп, осы бір үлкен қуанышты бөлісіп, көптің қолына су құяй, көптің баласын алай, көптің тілегін тыңдай, бір баланың басы екеу болды деп Алталаштың басын қоспасам да, 300-дің басын қосып, Алталашқа жететіндей думанды тойын жасайын деп, бір уыс топырағын ұстасаң, 1000 жылдық тарихы сөйлей білетін Евразияда танымал Алматы шаһарында сіздерді құтты қонақ етіп жатқан жағдайы бар ағайын. Қыз екі ұл өсіріп өндірген әулет, осы әулеттің қуанышын бөлісіп келіп жатқан бүгінгі тағы бір топ құдаларымызды, құдағиларымызды арнайылап көкейлерінің өспенің тағып тойдарды жайғастырайын, таныстыру рәсімінің үстіне түсті. Рахмет, келіңіздер, әлемдеп жайғасып алыңыздар, қазір сіздер таныстырып табыстыратын боламыз. Еліменен арнайы бүгінгі керемет кешімізде ұлы жүзден қараған дұлға сыйқым қара бойлы еліменен әдемі бүгін екі елдің арасында үлкен ұлан асыр қуаныш болып жатыр.
Kімнің кім екенін қызарып барып жатқанда білесің, кімнің кім екенін танысып барып жатқанда білерсің дейді. Мынау енді келіп жатқан құдаларымыз, құдағиларымыз мен сіздерге енді әулетті кішкене бағыт бағдар беріп табыстырып өттім. Дегенмен осы әулеттің анасы бүгінгі керемет кешіміздің төрелері біздің Балзия анамыз бүгінгі таңда 3 қыз 2 ұлдың анасы осы бір кеште арнайы сіздерменен қуанышты бөлісіп жатқан, мен алдыменен келіп жатқан құдаларымызға, құдағайларымызға құдамыз бен құдағиыңызды таныстырып өтейін. Мен мынау құдамыздың есімі жаңылыспасам Бекболат, ләззат құдағайларымыз. Енді сіздер енді бүгінгі керемет кешке келіп жатқаннан кейін бек құда менен құдағайларымыз енді әрбір айтады. Ардақты ағалар, аналар, бір жерлерде бал уыздай дейді, бір жерлерде бал уыздай дейді, бір жерде бел құдағи деседі. Бүгін енді керемет осы бел құдағиларымыз өздеріңіздің Балзия анамыз ақ орамал басынан ақ орамалы түспеген кешегі Айша бейбі домалақ аналарымыздың сара жолына беттеген асыл анамыз, және де мына жаңа айтып жатқан құдамыздың туған бауыры бүгінгі керемет кеште осы шаңырақтың түтінін түзіп өтіп отқан әулеттің ұйытқысы болып, артынан қалған бауырларына, балдарына бас көз болып жүрген Қылышхан деген ағамыз міне. Енді бұл кісі бел құдаларымыз, құдағиларымыз және де біздің Балзия анамыздан тараған осында ұл қыздары арнайы және де мына біздің Жолдасбаевтар әулетінен өсіп өнген әулеттің қыздың тілегі Қыдырдың бабасы дейтін үлкен әкелеріміз, яғни Досмағамбет құдаларымыздың бауырлары бір қартынан таласып түскен ардақты жақсылары отыр. Дегенмен енді мен осындағы Бағдәулет күйеу балдарымыздың жаңа айттым ғой, 3 қыз 2 ұл дедім, соның үлкені міне Нұрдәулет алдарыңызда отыр. Осы күйеу балдарымыздың ағасы, одан кейінгі Фариза әпкеміз, одан кейінгі Динара әпкелеріміз. Мен енді қазір ортаға сіздер кішкене дәмденіп алыңыздар, дастарханға дәмге қарап алыңыздар. Мен келіп жатқан жекжат жақсыларымызды, әулеттің қыздарын, ұлдарын әлемдер сіздерге таныстырып алайын, табыстырып алайын. Сіздер енді кішкене дастарханға дәмге қарап алсаңыздар, мен осы ағайындарды бірінші сіздерге түгелдеп алсам деп жатырмын. Таныстыру үшін Құсылу әпкем, Құсылу әпке кеңіз. Мынау жаңағы құдаларымыздың бауыр еді, бауыры Досмағамбет құдаларымыздың Құсылу әпкеміз. Енді сол сізге алын тағала 7 қыз 2 ұл беріпті. Ұлдың үлкені сіздің құдаларыңыз Досмағамбет деген жігіт дүниеден өтіп кетті, амал жоқ. Бүгін күн қандай жақындап тұрса, сондай жақындаған жігіт еді. Ең болған амал жоқ қойдың ісі, мектепті де бәрін де алтындықты келеді, өзі де алдында жақындаған еді. Бүгін күні де алдында жақындап тұрмыз, Құдайға да шүкір артында өсіп жатқан ұрпақтары бар. Сол 2 ұлдың біздің ең кішкентай әке-шешеміздің көп қалтасы, алтыны, ең кішкентайы Құлышхан деген жігіт бауыры. Қызылордада тұрады, өткенде құдалықтан өзінің жеке кәсібі бар, жұмыс жақынның бағалайды. Енді бүгін сіздерге келіп тұрмын. Өткенде айтып тасымды 7 қызым үлкені мен боламын. Мен өзім светін нашар боламын. Өзі жаңа адаммысың негізі. Соларды жақсы көрді өзім бауырларым. Сол үлкен қыз боламын, мені шешем туған жақ тепірдің бауырына салып, артында демелін өтіп кетті. Сол менен кейін бір қыз бар, ол шешем қалып
mına Mərya dedim. Kız, o Şinet arasında vardı. Ulu sizlerge kүйеу жолдас болып барған. Одан кейінгі қыз мына қыз, ол осы Алматы қаласында гинеколог маман иесі. Одан кейінгі жаңа құдалар өзіміздің бас жаңағы Құдай болсын дейді. Құдай болсын, құдалығын құдайларымыз Балсия Қарашаңырақтың егесі біздің барып тұратын отанымыздың жаңа жеті ұлын шыққан жерінде Балсия деген біздің келін алтын елдің құдайларымыз енді сол құдайларымыздың құдаларымыздан өскен екі ұл, үш қыз бар. Сол Қарашаңырақта құдаларымыздың қолында тұратын Нұрдәулет деген жігіт Нұрдәулет деген жігіт Қарашаңырақта тұратын қазір қыз бақсы. Одан кейін соның қасында тұрған Ашкедегі соның келіншегі, ол Ашкеші модул, көзі жақсы, негізі көзі жақсы көреді. Одан кейін Динара Кешу, бұл қыз өзі ерекше. Бұл Шамбай мен Базарының қызы емес, ағасының қызы. Бұл осы жерде Алматыда нөмірі 70 поликлиника бар, Қалқаман деген жерде бас маман дәрігер. Оның жігіті тіркелі бар. Әлдет деген жігіт осы қыздың жігіті, біздің күйеу бала. Одан кейінгі қыз әкесіне ең жақсы көретін менің басты қызым еді. Басты болып қазір Астанаға кетті. Астанада бір мекеменің бастығы Фариза деген қызына. Астанада тойға кетті. Қалада келін тасыға береміз. Жарай ма? Осы біздің әулеттің келіні, қыздарымыздың келген жері осы кісілер. Осы Бұны басқыға Қуан, өзіңіз жаңа Нұрдәулеттің ағасы, екінші папасы Қуан, Түркістан қаласында тұрады. Оның келіншегі Манат. Манат деген қыз. Одан кейін ең шындай құдаларымыздың ең шындай қалда қызының мамасы, екінші мамасы Сұлу. Одан кейін Нағашынан бастайына, жігіттің жақсысы нағашыда, ағашының жақсысы, өз жақсысы ағашында. Анда күйеу балаларымыздың нағашысы Төлеген деген болса, әскери сыйдырап қалған, қазір демалыста. Төлеген, көңіліп қой. Одан кейін кісі, мұна мен қасында отырым, соғысының қызы, жігіт келіншегі. Аты Гүлнұр. Одан кейін Төлегеннің қасында отырған жаңа құдаларымыздың бажасы, бажан деген. Екі аяқында бажа тарту, төрт аяқында ботор тарту, ең тарту бажасы аты Мықтыбай. Оның менің бауырыма Мәдина деген мектептің директоры шығармай қалды қазір жұмыстан. Соның жігіті күйеу бала. Одан кейінгі отырған шашы әдемі
Sodan keyingi mına oturan şaşı ağlar o bizim vaqtdan şoqdan degan akamiz bor. So'shbara degan akamizning bolasi Baxtjon. O'sha bolasining qo'lida ba'zi o'sida yo'qdi, sho'g'li o'sida shartli organizatsiya. O'zi bizda Ademler tanıştırıp bergen erkemizge bugün almışsınız şeysiz. Ama endi qadrli quloqlar, endi sizlar bilan ademler tanışıp olsak deb tajribalarimiz var. Endi hozir bir devrde kelgan chekchachachilarimiz oldlarimizdan taqdir bir tanıştırib o'tamiz. O'йткені bugun ulkan quvonch bo'lgandan keyin har birlarimiz Alato'da yaxshiliklerimizda Allohday shirinlarimizga jibet kelib жатсыздар, sonra niyetlerimizni bildiresizler, degenden altlarımızı atar, üstlerimizni üstlep, bu sahna türlü şahır, ademlep, aktilekte ısmayıp, sonunda men kurallarga mikrofonda ısmayıp, ademlep tanıştırıp, osu kelgen qola-qolamilarni qatarimiz bizlerle көрістіріп өтсендеп жатырмыз. Қолдар қайсыңыз? Таныстырамыз. Biz önümüz 8 ayda 3 kız, 8 yıl, 3 yılımız, 10 ayda. Üyümüzde en gün aramızda Bakıt'ın aramız. En gün aramız. Bakıt'la en gün, bizim öylelerimiz en gün aramız. O kısmın gençliğine Mira Hanım. Mira. Odan neyimse Bakıt'ın neyin akbemiz. Günler. Odan keyingisi ağamız Astana'da kelemedi. Onun kençeği Bigaşa. Astana'dan geldi. Bigaşa. Odan keyin Bigaşa bıraktı köyünün biz, men, Bolat isimli kençeği kelemedi. Neleri bağlı, bugün ağırlardı. Odan benim keyinci Bek Bolat, kudalarımız, bas kudalarımız. Benim keyinci, bas kudalarımız Bek Bolat, Nazar. Onu verimiz bileceğiz. Tanışlar. Odan keyin Bek Bolat'tan keyin Nurjan. Benim. Nurjan. Onun keyin Zalima. O Nurjan'ın keyin Astana'da da bölümünde o kelemedi. Onun keyin geldi. Aycan ismi. Onun keyin ise kardeşimiz. Gülnaz. Amatayım değil. Gülnaz, kardeşimiz. Onun keyin kardeşimiz Gülcan. En gençler kardeşimiz. Sonra keyin böyle kendine gençlerimiz gelir Astana'da. Sol, Astana'da 3 yıl geliyor, sonra da gençlik gelince bu. Başkasında önceden daha iyi var. Sol, sıcakta kalsak bir Nağaşlar'ın bir tanıştıran. Nağaşlar. Burada kısıtlı olsun. Tanıştıran Hocam Efendi'den alacak yerlerimizden arasını veririz. Olucu tutular sıkıntıdan davranımız sıkıntısında akıl veririz. Yine de bu bölümümüzde bazılar Kudağı'nın şişesi, benim şişem Balkan'ın ağaç adası Yesimi Kumar bölümü. Odan iyi görürken ise o benim Kudağı'nın Yesimi Bağda bölümü, o Almat'ta duran. Odan iyi bölümün bir yesi olur. Öyle reklamı proje takımı söylediğim bir bölümün yesi olur. Odan iyi bir olması. Öyle canım, az önce bir danışıklar, sonra danışıklar. Yesin raya. O yeni bir tetek ağırlasın, yesin canım. O yeni sağlanan ağırlasın, köprüde boğulacak kursu. O yeni küyüm olan ayağı. Şimdi yeni kişinin ağırlasın var, o da öyle tuzaklığı boğulmadı, boğulmadı, o sağlamaktadır. O yeni bir kızım, ayağı. Ben elimizin altından çıkmakta zor ülkede, altının ağası, tuğan ağası. Adama öldüğü de yakın çok, öldüğü de yakın çok.
Kudalar kakasar bir şey mi? Büyük ciğerim. Al canım. Oy rahmet. Şampular kurbanlarının yine Allah'ın korkusun havayında. Maalesef. Kavsal 27'nin arasında bir gün olsun desturu toy bir gün konuşu olacaklarından son kaderle meymanlarımızın ayın tanıştırmışları yaşlar Kazakı istilde bugün görümü desturu toy olacaklar kurallarımızın şartına cevapta bir yedi meclisindeki 5 minut kişinin kalp sırası cevapta sırası olarımıza ruhsat vereyim. Kendimize kurallarının altına cevaptayız. Cevaptayız. Sonra kaderden kuralların evde bastıranmazsın sonra bir orada Dilek alana ağaç olup tanıştırılan olsa bir olan kulağımızın ağayınları, bağırlarından dilekliğini alalım. Және de бүгінгі арнайы үлкен өмірге қанат қағушаттан Балжан қызымыздың да осындағы бір топ нағашыларынан тілек ниет алатын боламыз. Келіңіздер ағайындар, жабысқан жақындай құралардың жанына. Келіп жатқан барша ханымдар, мырзалар, енді әрбіріміз ақ-тілегіміз арқаланып жүрек жатыр ниетімізді білдіреміз. Жастардың бақыт кешінің куәсі боламыздар, төрлетіп жатсыздар ғой. Енді келіп жатқан құраларымыздан бүгінгі көш бастап отырған ардағуын ағаларымыздан бір әдемі ақ-тілекті ниетін алып керемет кешіміздің бет-пердесін бойымыздың түндегі түр болсақ деген ойда тұрмыз. Арнайы мен осында енді жазылған біздің бойынша кетемін оқыламын. Арнайы кешінің көрілді бақыт құдамыз бен Мария құдамыз және Болат құдамыз төрлетіп жатыр. Сол құдаларымыз бен құдайымызды мен ортаға сахна төріне шақырайын. Дастарханымыздың бет-пердесін тойымыздың алғашқы тілегін өздеріңіз бастап берсеңіздер, өйткені құда сыйлаған еліміз қазақ мектебіндегі даналы сөзді елге мұра етпей, құдамды құдайымдай сыйла десе осы бір құда болып тойларына шығып жатқан ардақты ата-аналардан құдаларымыз, құда-биларымыз тілек алаңына жақындасаңыздар, бақыт құдамызды, Мария құдағимызды, Болат құдамызды мен сахна төріне шақырайын. Содан кейін бүгінгі Балжан қызымыздың нағашылары тілек ниет алаңына жақындайды. Алдымен осы біздің Бекболат құдамыздың, ағамыздың осындағы бауырларынан бауыр еттеріне бірінші тілек ниетті алып алсақ деген ойдамыз. Келіңіздер, бақыт болады. Kımatlı kazanıklarıyla bugün üzerine oturan dastırkanlarımızın köprü bırakmayı alacağımız benim bağdavetimizin görevli şaradağı büyük olsun, tepkin gerekirse mutlu olsun. Bizim alacağımız bir bağdavetin yansısı olanlarına cephe versin. Alacağımız sizlerin avliyetke kızbalar, sol argan avliyetin baktıdan bir paradigma koyup sol sizleri baqıtlı kılsın, ölsün, ölsün. Sol bağlarımızın rahatını görünüzler, ömür şükürlü olmuşlar. Cinalar köpçülük kavun sizlerge sonday жақсылық тілеймін барлықтарыңызға той-тойға Allah сәлемсін. Жасалған тойларыңыз есіңіз. Дастарханнан кейін ішінде дастарханнан өсіресіз. Ağzınızda baqıtlı olsun, ömürde geçip görmesin. İnsanlıklar mutlu olsun, bala şakası mutlu olsun. Kimyalarınız hakikaten kardeşlik ömürde geçip görmek, bağlarınız sizlere kendiniz kısayım olsun, kısındayım olsun. Sizlerin bağlarınız size oğlunuzda olsun kendiniz. Ben özüm kalbimde bağlarda külü olmuş sizin iyisi. Soğuksa elimizde göre bağır aman olsun diye natıkken şaraplar büyük bir kozalar büyük bir ömürlerin aman esin olsun dağımızın mutluluk olsun diye vücudunda dağımızın mutluluk şarası diliyoruz. Köyün yerine sayımızın mutluluk dağımızın
көреміз. Аман болайық, аман болайық. Жақсы. Рахмет. Тілектеріңіз қабыл болсын, ниеттеріңіз қабыл болсын. Мынау енді нұрлы таңдарыңыз бен шуақты күндеріңіз көп болсын. Мен осы құдамыз бен құдағиларымыз сахна төрінде тұрған сәтте жаңа бір әдемі сөздерді айтты. Екі жастың ортасынан перзенттері көп болсын дедіңіз Құда. Тілек қабыл болсын деймін. Мынау біздің қазақтың маңдайына біткен небір даудың басын, небір келіспеушіліктің басын бір сөзбен тоқтатқан Жиренше шешен деген бабамыз болған. Өте сөзге алдыр, сондай бір қазақтың маңдайына біткен азамат. Сол бабамыз осындай бір ергесі ел алып жүрген шағында сіздер сияқты үлкен ортаға кіріп қалған екен. Сонда жаңағы жерде Бекболат құдамыз сияқты Құданың қызына ғашық болды. Сонда Жиренше шешен жаңағы ханға барып, биге барып былай деп айтты: мен сіздің қызыңызға ғашық болдым. Әкем де жоқ, шешем де жоқ, бірақ қарындасымдай, әпкемдей, жан-жағымдай етіп сіздің қаншайыңызды алсам деп қолына қолға сұрап келіп тұр дегенде, жаңағы Бекболат құдамыз сияқты үлкен көрелі көрген асыл азамат былай деген екен: мейлі, қызымды берейін, бірақ ерекшелігін айтайын деп. Айтыңыз десе менің қызымның көзі көрмейді. Тілі жоқ ылғау, аяғы жоқ жүрмейді, құлағы жоқ естімейді деген. Жиренше ойланып тұрып тұрғанда: бір апта уақыт беріңіз, менің де ағайыным бар, ақылдасайын деп. Еліне кетіп, жеріне кетіп, бір апта өткеннен кейін жаңағы ханның жан-жағына адамдар жиналып, Жиренше естиді екен, мына ханның сондай қызын алам екен деп жиылған сәтте Жиренше: қызыңызды алам, бірақ сіз мені сыйламақ болдыңыз, сөзіңіздің мәнісін шешейін деп. Айт десе, сіздің қызыңыздың көзі көрмейді дегеніңіз, менен өзінің көзі түспейді дегеніңіз. Тілі жоқ мылғау дегеніңіз, екі елдің арасында көсек тасымайды дегеніңіз. Құлағы жоқ естімейді деп айтқаныңыз, менің жайымда жаман өсек әңгіме тыңдамайды дегеніңіз. Аяғы жоқ жүрмейді дегеніңіз, екі күннің бірінде төрт күніне барып тұрмайды дегеніңіз деп айтқан. Жиреншеге риза болып қызын берген екен. Өте орынды сөздерін тапқан азаматқа. Менің айтайын дегенім, сіздердің балжан қыздарымыз осы Құмыра елінде Балзия анамның қолында сол Жиреншенің ханшайымдай сұлу болсын деп тілеймін Алладан. Тек солардың бақытына келіңіздер, қуанышына келіңіздер, бақытты күндері емес, бақытты сәттерінде бас қосыңыздар. Ақтастарға басына барып жайғас, әдемі тілектің артын ағарғанмен жақсыларды көтеріп қойыңыздар. Қадырған құдамыз құдамеміздің құрметіне әдемілер ән шырқайық. Қазақта бір керемет сөз бар ғой: нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деседі. Осы қазақтың қасиетті домбырасымен ешқандай қазақтың дәстүрлі тойы өтпеген. Сондықтан мен осы қазақтың қасиетті домбырасымен сырнайыммен бір әдемілеп құдаларымыздың, құдағиларымыздың құрметіне Дүние-ай деген бір әдемі әнімізді тартып өтсек деп жатырмыз. Енді құдағилар әніміз жүк болып жатса, әдемі айтылып жатса, жүк қойсын деп қойыңыздар. Olmasa özlerimiz kuruştur dedi Allah'ta. Oy
Құралар құдамайлар бүгін енді қос елдің басы әлем осы дастархан басында қосылып жатқан кезде біз енді екеулеп бөліп айтайық, екеулеп бөліп осы бір кеште қызметте болайық деп бізде сол оңтүстік өңірінен онлайнлап атбасын құрып кештерімізге төрлетіп жатқан жағдайымыз бар. Енді осы бір кеште арнайы нағашылар қауымын мен сахна төріне шақырғалы тұрып, арнайы бүгінгі керемет қуанышымызды бөлісіп сахнамыздың төрінен көрісіп жатқан осындағы Балшан Ару кейініміздің бір топ нағашылары Құмаргүл үлкен әжеміз бастаған Бағдагүл құдабиіміз да Болат Рая және де Жанат Аят Болат Айзат атты осындағы нағашы әпке жезде нағашылар местерді сахна төрге шақырайын. Мәует ағаларымызды аттарыңыз аталмай жатқандар болса, атыңыз аталмады, түсіңіз түстеріледі демеңіздер, бірге қосап сахна төріне жақындасаңыздар. Ардақты нағашылар. Сіздер сияқты нағашылар аман болсын. Балмашолақ деген бабамыз өзінің сіздер сияқты нағашылардың еліне барып, бір жиендік жасап, бәйгеге шауып жүрген бір жылқысын ұрлап қашқан екен. Арқасына сіздер сияқты жырмасы болған ғой, жиен атта кетті, ұстайық деп. Сонда жаңағы жырма нағашысы үйіне қуып келіп, Балмашолақ мамасына кіріп айтты дейді, анасын, нағашыларының еліне барып бір аттарын ұрлап қашқан едім, жырмасы қуып келіп тұр, не істейін деп қорқып ентігіп тұрген кезде анасы сыртқа шығып, сіздер сияқты бауырларына айтқан екен. Не болды сонша? Жиендерін жиендік жасап, бір аттарын ұрлап қашқан екен, жырман болып келіпсің деген ғой. Сонда нағашылардың сол замандағы көргендегі зиялылығы біз жиеніміз атты ұрлады деп емес, жиеніміз атқа қонса болашақта таққа қонсын деп жырманды көріп түкәп беріп деген екен ғой. Сіздер сияқты зиялы нағашылар аман болсын, қашанда жиеніне қолдау білдіретін, арнайылар жетелейтін сіздердің дара нағашылардан әдемі тілек болсын. Тілек қабыл болсын, апа. Сіздің бір жиенім, екі өзімнің көрген нәрсемді кішкене бір еріп айтып кетейін. Бала кезімізде мен мынау Тараз отырып айтсаңшы апа ондайда. Сонда біздің бала кезімізде бір керемет жиеніміз бар екен. Үлкен әкем өзі ағайын деген үлкен апаның үйінің дәулесін жиеніміз үлкен қатты. Ертең тұрып елдің бәрі жиен келіп еді, құртты дейді. Ой, оны айтады. Содан жүріп жиен бес жылдан кейін келді. Енді мен жиенді жасамаймын. Ешнәрсе істемеймін. Сіздердің амандықтарыңызды еңгеп келіп, ертең тұрса жиеніміз текеметпен жабылған көрпесін көтеріп тұтап кетті. Жиенді жасап жарады. Астындағы көрпе, үстінде көрпені бұлғап кеткен. Аяқ деген жиенді жасамай тұрмайды деген. Ол Рашиданың айтқан сөзімді. Сөз сөйлемде отырып жиенге кетіп қалдым. Ал енді құрметті бүгінгі мінекей Батзия Құдайменен бүгін Құда қаласа үшінші рет бас қосып отырмыз. Ол бас қосқанымыздың себептері біздің екі баламыздың атасы, мына Балжан мен Бағдагүлдің атасы. Сол екеуі бірін-бірін қатпаса, ол екеуі әке-шешемізге айтып осындай ұмыранға келмесе, осындай түрінен өткен болар еді. Соны үлкен қуаныштар еттіңіз. Енді той біраздан кейін болар, аяқтада айтып өтті. Тіліміздің жекелеген жылы сөйлесін шығармыз. Осы себеппен отырған екі баламыз бақытты болсын. Екеуі еш уақытта қажымасын, мұңаймасын, көтерген шаңырағы екеуінің шаңырағы бет болсын, босағасы бет болсын. Алладан тілейтініміз екеуінің түрлі еш уақытта қисаймай түзу шықсын. Мен енді анамын ғой. Мен осы жерде жатқанша, құдаша енді менің жасқау көрмеді. Кішкене сөзі бәрі құдаша айтып жатыр ғой. Кім төркінін жек көреді? Төркінінің өскенін айтып жатырсыз. Ағамыздың өзінің өскен жерін біледі. Мына жақта бауырының өскен бала-шағасын айтып мақтап жатырсыз. Оған мыңда бір рахметім арқайып, соңында бір мақтап, соны анау аяқтасын
істейді, мынау ояқта істейді деп жатырсыз. Оның бәрі жөн. Неге? Әкесінің құлағын өзін көргенсіз, шешеңізді көргенсіз, уже қара шаңырақ деп отырсыз. Мына Балзияда жеңгеңізге әбден мырза болып тұрсыз. Балзияның аяғын бастап, үлкен келмейді. Әже. Иә. Кімнің жаңағысын, Балжанның ағысын. Ол Балжанның ағысын атайын десем, 31 жыл бірге болған елемнің аты екен. Ол енді атай алмайды, ол елемнің аты. Үлкен елемнің аты. Мен осы Алматыда, мына жаман кемпір, мына сөйлеп отырған жаман кемпір, мен осы Алматыда 2010-да келген. Көшкенде. Мінекей, мынау. Апа келді. Сенің атыңда қайнайсың? Апамсың. Мен менің аты сенің атың. Өнең атауға болмайды. Болмайды. Мен ол кісінің бір жалғыз, бір түйір ғана келген болдым. Балам айтып жеті қыз, мен артынан шешем жеті қыз туған, мен бір түйір баламын. Мәйке Құдайдың осыны тұлға, бір түйір бала. Мынау менің бір түйір келінім, 36 жыл болды екеуміз, бір үйде екеуміз ынтымақтасып өмір сүріп келе жатырмыз. Құдайдың берген екі қызы бар, төртеуін үйлендірді. Енді менен ол еді бала шағамды ойбай мен анау еді, мынау еді демей-ақ қояйын, Құдаша. Сол мен 10-шы жылда 2010-нан бері бекер жүрген жоқпын. Қыздың баласы, ұлдың баласы соның бәрін жинап алып, кәртірді жалдап, солардың ыстық ауқатын істетіп, оқытып, шоқытып, бәріне қолынан диплом әперіп, аяғы келіншек әперіп, қазір Алматыда 4 немерем тұрады. Ой, молодец! Ұлдың екі тұрады, ұлдың әнеке қызы тұрады, гинеколог. Ұлының қызметін айтпай-ақ қойын, ол сендеріне қызмет, оларды айтуға болмайды. Енді бүгін құда болып келгенде кішкене құдалығымыз жарасқаннан кейін әлемі құдағиларымды көрдіңіз, Бекболат Ләззаттың үйінде төрінде отырды. Мынау менің сүт кенже қызымның енесі. Тыныш жүрмей 40-қа келгенде бір қыз туылған. Сол қызымның енесі бірақсы. Алматыда тұрады, ұлы бар, қызы бар, қызым қолында. Қызы қайсы, келіні қайсы ме? Мына туған келіні. Бұл келін енді құлалыққа бауырына қосылды. Мен енді Балзия айналайын. Мен бір билік жасап жібердім осы жерде. Кеше емес, алтын құдағидың үйінде болдым кешке шейін. Кешке шейін бір немерем үйінде болдым. Содан кейін құдағиым айттым. Әлі бұл кісі қарамай қалды, бір жағдай болды. Содан мен айтам, бұл кісі маты бағдарлы, бірақ та Боташ емес. Боташка, ертең сен менің Бекболатым менің Ләззатымның құдасын барып неге көрмейсің? Біз сияқты ол кісілерге өсіп өнген жан екен, құда бәлем ағайын екен, құдағи бәлем ағайын екен. Ертең жаңағы дүние көрсетеміз, киім көрсетеміз, сіз оның үстінде болған жоқсыз. Жүр десем, ұят болады, мен бармайын дейді. Не? Шеге шақырады, еретінде қимағылар не отырсың ба? Сен әшейін жүр, есіп жүріп, біздің құда жерлерінің бемі Балжанменен Балдәулетінің қайын жұрт елін көр. Қандай бір жерде бар екен. Бекболатпенен Ләззаттың қызы қандай елде бар екен. Мен екінші рет құда болып отырмын Қоңыратпенен. Мына біз Қоңыратта, Болаттың екінші қызы, немере қызым. Шардараға үйленген мына қыз. Қоңыратқа барды ма? Қоңырат. Ой, молодец. Жасасын Қоңыраттар. Қоңыраттың келінсің ба? Иә. Қалай таңдағасын жігітті, ой, молодец. Енді сөзді сөйлей берсе сөзді, мен уже кішігім қабаламын. Құдайдың берген бала шағасын үйлендіріп, жайландырып, бәрін жайлап қондырып, шалымызбен екеуміз Алла деп отырғанда 2011-де карьерім атыс болды. Бала шағаның бәрін сүйрелеп, жеткізейін деп жүргенде өзім жүрегімнен апелляцияға түстім. Енді бала шағаның бәрі осы жерде. Гинеколог та бар, уролог та бар, өлгенде тіркететін де бар, мәшинені жөндейтін де бар, бәрі бар. Құдайға тоба. Сонымен енді біздің енді
Бақдәулетті осылар үйіріне қосады енді. Мен өшірді бара шағын. Әдемделеп тұр әлемді үйіріне қосады. Балалар. Соға жеткісін, аман болсын, өсін өшірді. Жаңағы арысыны бір керемет, өзім келші қылпы осындай едім баяғыда. Сондай бір инабатты, тәртіп, ана көрген, әке көрген жерден шығас, Ырғызстан көмекейін көрініпті. Енді біздің Балжанға сіздің қолыңызға кетті. Аман екеніне жаман жасырасын, жақсы масырасын. Біздің Балжанға енді артық кеткен адам емес. Оны мақтамай қойып, айтын қойым құлағын өзі бір күндерді баға береді. Бересің осындан. Болды ма? Әңгімені тойыңыздарына, ырзасыздарына. Құдалар, ескі құдалар, бірінші сіздерге бүгін осы Қоңырат елінің төріне шығып, құда болғандарыңыз құтты болсын. Алла тағала ұзағынан сүйсіндірсін. Ал Балзия түсінігім дейші, мен өзім күліп тұрғаннан мен күліп тұрған адамдарды жақсы көретін. Бағана есіктен кіріп келген кезде сіз мынау әдемі шаңырақтың аурасын одан да кеңейтіп жібердіңіз. Өйткені сіздің жымиған күлкіңіз, мынау тұрысыңыз, үстіңіздегі киім киіміңіздің бәрі баяғы қазақтың инабатты, ибалы келіннің көз алдына елестетеді. Қанша жыл келін болғаныңызды кеше құдағиым бәрін айтып берді. Орамал тастамағаныңызды, қандай жерге келін болғаныңызды бәрін біліп алдым. Оның алдында мен Динарамен аз-маз дүздамдас болып, Динарадан біліп алғанмын. Сондықтан сіздің мынау келініңіз құтты болсын отыңыздың басына. Алла тағала құда көре алмай кеткен сол қызықтың бәрін өзіңіз көріңіз. Сіз үлкен қазір денеңіз кіші болып тұрғанмен, көңіліңіз бен пейіліңіз өзіңіз үлкен бәйтерек екенсіз. Өйткені қасыңыздағы жүрген мынандай тамаша қайынсіңлілеріңіз бар, қайныларыңыз бар, жаңа алыстан келіп атқан құда баланы таныстырып жатыр. Мына келініңіздің де қалай түскенін Динарадан біліп алдым, өзіңіздің танысыңыз екен. Сондықтан міне, сіз осыменен мың жасап атсыз. Пайғамбарымға біреу қалай мың жасадыңыз деген екен, сонда жекжат сұрадым мен, ағайын туғаным мен, жан жағындағы адамдарыммен мың жасадым деген екен. Міне сіз нағыз сондай тамаша, мың жасаған абзал, әдемі, үкілі камшат, күрмелі көйлек деген өлеңдегі соның қайырмасындағыдай тамаша, сұлу бекзат құдағи болып тұрсыз. Осыныңыздан таймаңыз, деніңіз сау болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Ал мен сәл көп сөйлеп кетсем кешіріңіздер, құдағиым жаңа кісі ғой енді, сол істен үлгі алды. Енді біздің Балжантайда өте тамаша, өзіңіз сияқты үріп ауызға салғандай, жүзіктің көзінен өткендей дейді. Оның мамасы ана отырған Ләззат, папасы ана кісі болса, енді екеуі де сіздің де қазақша айтқанда құмалағыңыз жақсы жерге түсті. Баланың несібесі зор екен. Ол зор болып тұрған сіздің үйдің аттары да тамаша екен. Бағанадан бері қарап отырмын. Бағдәулет, Нұрдәулет деп. Нұрдәулетке нұр жауа берсін, Бағдәулеттің бағы тасысын. Ер адам қай кезде бағы тасиды? Қасындағы жолдасы жақсы адам болып кездескенде ғана бағы тасиды. Сондықтан біздің Балжантайда жақсы жерде өсті. Мен осы ауылға құда болғалы көбіне нағашы жұртында өсті. Сондықтан апаның тәрбиесін алған бала жаман болмай, қонақ күтуді, дастархан жаюды, дастархан қайтаруды бәрін біледі. Әйел адамға ең бірінші ағайын туысқан жекжат жинау үшін тек қана осы заттар ғана керек. Күліп қабағымен шай берсе, келген адамды әдемілеп күтсе, қатыса білсе, көңіліне кіріп, келесі жолы ол кісі келетіндей болса, бағана тамада жігіт сіз айттыңыз жиреншенің ханымындай біздің Балжантай. Және Төле би бабамның алып берген баласына өзінің құда түсіп алып берген дана өлген келінін білетін шығарсыздар. Сондай дана ақылы бар, тамаша қыз. Сондықтан Құдай ұзағынан сүйіндірсін, тойларымыз той қыласын. Тағы бір нәрсе айтып кетейінші. Өткенде мен емханада жатқан кезімде жаңа Динараның жолдасын таныстырып еді. Сол жолдасы бүгін бас киімін аспанға лақтырып қуанса да болады. Динараны мен емес,
ұлты өзге орыс әйелдердің өздері мақтап жатыр. Қасыңызға дәрігер келеді де, қай жеріңіз ауырды? Я мынандай дәрі ішіңіз, үйіңізде мынандай дәрі алдыңыз дейді, қалқаманның ережесі сондай ғой. Бірақ Динара келген кезде бүге шүгесіне дейін бәрін айтып, таныстырып, сөйткен кезде өте сауатты, инабатты, қарапайым, сондай тамаша жан екені білініп тұр да. Сондықтан сондай қызды тәрбиелеп, сондай қызды өсірген адам ол тамаша, мынандай ана болады. Ал жағдай да сондай болсын. Қалған кісілерге де сөз қалдырайын. Тойға жиналған тойшыл жекжаттар, Құдай тойыңыз құтты болсын. Мен айтайын, мына 2 жас бақытты болсын. Осы қызықты көрмеген Құданың қызығын сіз көріңіз. Үлкен әже болыңыз, немере сүйіңіз. 2 жас қайтарым, 2 жас бақытты болсын. Аңсаған арманына жетсін. Мына Қоңырат елдің бір отбасы болсын, ел таңғалатындай. 2-3 күн болды ғой, үлкен жақсы тілектер айтып жатырмыз. Соның бәрі Алланың құлағына жалынсын. Жаңа мен шешем, мен мына құлағымнан қандай тоқсайып, мен де бір жақсы сөйлеймін, сөзімді де білмей қалдым. Жаттап отырмын оны. Аман болыңыздар. Мына алдағы үлкен тойды жақсылап өткізейік. Дендеріңіз сау болсын. Амандап, байдап, жегендеріңіз ет болсын, көргендеріңіз той болсын. Жақсылап тұрып өткізейік. Қайсы қыздар? Әпше? Құрметті құда-құдағилар, бүгінгі қуаныштарыңыз құтты болсын. Қуаныштарыңызға ортақтасып кетіп қалдық. Мынау күйеу баламыз Бекболат, Ләззат, құдалар, құдағилар, құдашалар, төрге шыққандарыңыз құтты болсын. Қоңырат елінің төріне шығып жатсыздар. Құдалықтарыңыз 1000 жылдық болсын. Барлықтарыңызға құтты болсын деймін. Той-тойға ұлассын. Бағдаулет пен балжанымыздың жұбайлық өмірде басқан қадамдары құтты болып, бақытты, үлгілі отбасы болсын. Алдыңғы келіндеріңіздің жолын берсін. Енді мына әжеміздің атын атай алмайтын едік, енді қашанға әже апа дейміз. Мен енді бүгіннен бастап сізді әжеміздің атымен емес Райхан деймін. Райхандай болса жаман болмайды. Өзімнің есімім Рая, сізді Райхан деймін, бұдан былай рұқсат болса. Әрдайым тойда, жақсылықта, осындай дастархандарда, кең дастархандарда бас қосып, сіз бізіміз таусылмай, сыйласып жүре берейік, тойға ұласын. Мен шешем өзінің құдағайын таныстырып кетті ғой, қалғандарын таныстырған жоқ, шыны керекші. Менің танисыздар енді барлықтар бізде. Енді мына тұрған өткенде Байзақ ауданының әкімі деп бір күйеу баламды таныстырдым ғой. Енді мына күйеу балам Байзақ ауданында атақты кәсіпкер. Есімі Аят. Жолдасы өткенде болды. Ләззат үйінде бүгін енді өзі келді. Ал мынау сіңім өткенде 4-ші сіңім Ташкентке кетті деп едік қой. Ташкенттен келді. Одан кейінгі Айзатты танисыздар, ағамның қызы, құдалықта жүрді. Одан кейінгі ең кіші жаңа шешем айтты ғой, Қырқалинде туғым деген. Сол Қырқалинде туған, ол да деген менің бауырым. Енді мен көп сөйлемей қойын, өткенде сөйлеп қой енді. Тойларыңыз құтты болсын, тойларыңыз тойға ұласа берсін. Бекболат, Ләззат, жандерім, құда болып төрге шыққан қадамдарың құтты болсын. Тойға ұласын. Енді кәсіпкерге берейік. Балаларыңыздың өзі құтты болсын. 2 жас бақытты болсын. Балжан қызымыз судай сынып, астай батып, осы Қорағат елдің тұқымын көбейтіп, дастархандарын жасықтар жайсын. Асылдарымыз келіп жатыр. Төрдегі отырған құдамызға ұшқардың басы құданың асы демекші. Құдайға өзімізде бір бады болсын, баса деген. Амин. Амин. Ағай берейін, ұрасан ағай берейін, үстер болсын берейін,
Özlerimizi arkadaşlar aman esen göreyim. Yaxşılık gelip etmesin, jamanlık gelip etmesin. Kara niyet düşmanın değeğine yetmesin. Kader olsun, yollasın, jaratan önem olmasın. Allah karın adal olup, aman olsun, olmasın. Asar kanın bayı olsun, beyin soğan sayı olsun. Osay kanın kavulup, jaratan yemcar olsun. Vata tiri kabul olsun bu dege. Allah'tan Allah'ın keleyip hani Құдалардың алдына келіп еттен турап жағдайын жасайық. Бойынша ең ауыр әйелдер қауымына әйел ақырыз болса, сенің ішіне тамаққа бадай жасады. Мен үй бата болсын. Баталар қабыл болсын. Енді жалпы әйелдер қауымы жиналысқа, еркектер жақсылап демалысқа. Әйел бақытын өтіп барайық. Осы әйел бақытынан аман есен өтіп алсақ, әрмен бәрі жақсы болады. Тағы да құтты болсын. Енді рұқсат етсеңіздер, қызымыздың жасауын көрсетейік. Айжан жеңгесі екеуміз алдымен мынау кілемдерді ашсаңыздар. Кілемдерді ашасыздар ма? Әрқайсында өзінің жолы бар. Ал сия құдағы екендер затыңыздарыңызды өзіңіз айтасыз, е? Жолы бар екеуінде де. Бір-бірісінің жолы бар. Аша. Екеуінде аша беріңіздер, екеуінде де жолы бар. Бір жақта осындай ашатынға таласады негізі. Құдағайлар отырып, құдағайына, жақын сол жекжат жұраттарына сен аш деп айтып жатады. Сіздерде де бар шығар ондай? Әдеп сақтап отыр. Еңбектен енді машинаның ортасына салынды да болғанбасын деді ғой. Ортаға сөйтеймін. Көтеріп апарды. Екеу қарыменен мынау кілемдері. Жаңа отаудың басшысы жаңағы Бақдәулеттен сұрап түстім Балжанға. Размерін айтсын деп. Сөйтсем размерін осылай деп айтты. Енді мынау енді мынау жасауын көрпе төсегін ашқанға тағы да кімге ашқызасыз? Келсін, бұнда екі кісінің жолы бар. Үш құлағы үйінде айтқан. Жоқ, екеу жолымен. Ал көрмесеңші. Екі жол бар. Берілсеші бая. Қызым қылықты болсын, дәл осындай қуанышты той сіздерге де жұғысты болсын. Бір-бірден ақсаған
Жас отаудың өмірлері, анау өмір деген өзі үнемі ақ пен қарадан тұрады ғой. Бірақ бұлардың жастардың өмірі тек қана ақ жолақтардан тұрсын дейміз. Міне аппақ көрпе ішінде төрінде сәлемдер күлкісі Aynen. Çengire yakın olma bol yakın. Ya. Жоқ, ана етті бөліп қалғанбыз. Енді ананы тоқтатып қойып, ананы неғымай-ақ қой. Ал төр көрпесі. Нағашы апасын өзі құраған. Мына жасаудың бәрін нағашы апасы өзі жасап әкелді. Мынаны өзі құрады нағашы апасы. Өзі алдырған не керек? Мынау екіншісі. Ayşem басын жағып қойма. Мынау екі жағындағы көрпесі, мынау төр көрпесі. Қазан жыннан құралған. Мынау енді, мына екі көрпеше, бұл көрпешелер бал сияқтыдағы ер. Райхан Райхан сізге, екеумізге, шай ішкенге, астарымызға түсіп. Иә, Райхан деп қой. Тұрмай шай ішіп мынада да екі кісінің жолы бар, көрпелерін. Al söylese Oylarımızı kocaman bağırıp bilmeyi gerek. Bunda da iki yol. Özlere bölüsü alasızlar. Ama cübelinizi cürebilir mi? Hepimiz böyle bakın. Tamam sağ olun. Bozuluklar değil mi? Burada camların üstünde. Aycan da ne bu?
Енді мына жастардың басын көбейсін деп әп-тап жасты. Вообще не ұғатқан жоқ. Жоқ, сіз алдыңызға мына жаққа бірнеше рет шашылды сізге. Қасыңызға адамдар отырған кейін рахмет. Анау да қазір батыштар сонда Ай, дорбаларды жинама. Бүгін ертең байға тиетін қыз жоқ. Сүйен түсті, ол бәледі оқытқанша шешесі көпетек беретін шығар. Тұрма. Айың ба бізге? Постельный, контракт, постельный контракт. Ал, Райхан, жинап алғанда көрпелерін. Дорбаларын салсасын. Сен аяғына көрпелер қалғасын, әкелгенден Я енді дорбаға салып алған жинасын, біз ұстап көмектесейді. Біз сияқты сыйғызасын көрсетейін. Жоқ, ашпай қой, сыртында суреті тұр. Суретін көрсіз білемін. Ыдысты ашатын кісілер келіп ашып алыңыздар. Андағы суреттер тұр ғой. Соқса тұрсамын үй болады. Әңгіме солай. Жоқ, әңгіме әңгімекі болады. Көңілдің денесі деді ғой. Динара денесі. Біз көрсетіп өзіміз көрімдік алғымыз кеп тұр құда. Көрімдік алғымыз кеп тұр құда бетер. Мынандай ыдыстары
мынау шарышқы қасықтары пышақ алған жоқпыз, пышақ сататын едік деп жүрмейік деп. Содан кейін мынандай ыдыстары қарыменен осыны тіркепсе әдемілеп қызыма апарайын деп құдағиларыңыз әкелді ғой, көріңіздер енді. Мынандай конфетницасы мынау қарыменен. Қыдырып дегенде Балжан екеуінің шай ішетін мынау сервизі, шай ішетін сервиздері, мынау шайниктері. Жеті қайғысын есін, екі қызын тоғыз қыз байға жүрді. Стакандары. Молодец. Мына майда жүйге, аз үйге қоңызды шабақтары. Қыздан айналайын. Жас отау болғаннан кейін бәрі келіп қойын алды. Майда жүйге. Ал полотенцалары, ванный полотенца, аяқ сүртетін, қол сүртетін деген сияқты оған алдарында. Келетін адамдарға бересіз, осы пакеттегі несі, мынау жаңағы шуылдағы майда жүйге, мынау жаңағы ыдыс-аяқтың құрылғаны. Енді Тауық қоңыраттар, тойларыңыз құтты болсын. Сіздерге келіп болып келемін. Қылшығаштан келдімін. Біздің Балжанымыздың барған жері құтты болсын. Күйеу баламыз Бақдәулет, Балжанның өміріне бақ пен дәулет болып кетіненсін. Өмірлері өте тәтті болсын. Біз бүгін енді киімін де алып келдік. Мен киім алып келетін жеңгесі болып бірінші рет келіп тұрмын, киімді қалай көрсететінін де білмеймін, көріп жүрген болмаса. Сол сіздермен киімдермен таныстырайын. бір жолы бар. Құдағыма жолы. Сырт киімнен бастайық, иә? Келіндеріміз қазіргі жастар минимализмді жақсы көреді. Шуба киейін деді. Шубаның орнына жағасы құндыздан жасалған пальто. Көріңіздер енді, алып келіп тұрмыз осыны. Еңбектен көргенді көріңіздер. Ашылса жиналар. Мынау тоже турецкий пальтосы. Турецкий деп айтпай қойын, бәрі турецкий. Қазір бәрі турецкий. Курткасы. Мынау жұқа курткасы. Мынау тоже жұқа курткасы. Ветровкасы. Ашпай қойыңыздар. Ашпай қойыңыздар. Ванный халаты. Жинап береміз. Жинау жағынан. Койкасы. Бізде осылай ашып көрсетеді. Арғы өзім қаққа бетін келгенде қызым қаққа келгенде сол алшаққа қайтыс. Мынау қолат. Мынау менің айнымай.
Көрген ерісі. Ашпай қошын. Қазір ашып көрсетпесін сосын мен. Ойын алғаннан кейін жақсылап көрсетіп тұрса керек. Бұйырсын. Жемпірі. Мынау тоже ыстық жемпірі. Емшектегі баласын коляскаға салып алып, осының өзі қызбен бірге жүріп алды ғой. Қысқа киетін шалбар мен кофтасы. Ләззат сұрап қой. Айналайын қызым шаршап қалған жоқ қой десе, менің қызым шаршаған жоқ, сенің қызың шаршап қалып үйіне келіп құлап тұрса бірнәрсе деп Мынау да көйлегі, жастық көйлегі. Юбкасы мынау. Балабақшада жұмыс жасайды келіндеріміз. Сен көріп жақсы білесіздер ғой. Балжанға сұраймын ғой. Қалайдансыңдар десем сөйтсем. Мен Бағдәулетті бірінші танымаған жоқпын, бірінші қайнапкемді таныдым. Қайнапкемнің күйеуін таныдым. Олардың ұлдарыма, қыздарыма біздің садикте менің тобыма келетін ғой. Садикте киетін киімдері. Алжанды үкілімітке жұмысқа қосылғандарға. Мен осы үлкен қайнапкесінің ұлының тәрбиешісі болған. Я сол айтады ғой, балжан айтады ғой, сөйтсем айтады. Жоқ, мен Бағдәулеттің бірінші танысқан жоқпын. Үйіндегілердің бәріне танысып, олар мені танысқан. бірінші отбасымен танысып. Мынау да көйлегі. Мынау тоже көйлегі. Мынау енді бір күннен бері тауға шығады, Алматының жан-жағы тау. Жүзді шалбар несі. Аға, сіз беретін бе сол аға? Мынау қыздың етігі. Мынау қыздың етігі. Мынау кроссовкасы. Балеткасы, албасы носкасы. Қиылсын бастайды. Өмірі тозбай қиылсын. Қыста ұстайтын сыныптасы. Мынау жазда ұстайтын сыныптасы. Мынау тауға ұстайтын сыныптасы. Бағдәулеттің тауға баратын жақсы білетін Бізде тауға жақын ауылда тұрамыз ғой. Тауға аласыз, тауға қарап өсетін. Бағдәулет сондай жұмыстан шығып өзі тауға кетіп қала береді. Бір уақыт тауға шықпаса біздің болашағымыздың бас ауырып, биылғы жазда 2 жыл келді ғой да тауға. Жазда салаттардың орнына көйлек алып, жазда киетін, үйге киетін, мамасымен бірге шай ішіп отыратын көйлектері, халаттың орнына. Мынау тоже үйге киетін көйлегі. Мынау орамалдары. Және киімі. Пачка-пачка пижамасы. Шапка-шарф кудалары. Мына жерде колготки, носки бар. Герой Баяғыда норты қымақ, норты шуа деп қазында киді ғой. Киінмейді ғой. Болақтың екінші қызы қайтқандарында түседі, Ақтөбеге жүрді. Ақтөбенің өзінің. Ғазиза. Қазір 4 айында түсті. Білмеймін мен. Gelmeyecek alma.
бір жекжаттылардың арасында бір дәнекер ғой, мына сіздер көріп адамдар ана екен, мынау екен, Алла бұйыртып тигізсін. Ереуілдің шаранасына болған күні тосын өмір тол болсын. Микрофон алсыш кім? Шықпай жатыр. Кудавыға турецкий пальто, Ретта фирма. Құтты болсын. Немерелеріміз көп, олардың аттарынан шатасып жүріңіз. Құдағиға алтын жүзік. Тура өзіңіз. Ордаға кетсеңіз. Алтындай жарқырап жүріңіз. Динара Құдашаға да алтын жүзік. Жолдасына көйлегі және өзіне көйлегімен. Орамал топ болмайды, жол болады деген. Фариза Құдашаға алтын жүзік көйлегімен бірге. Ақерке Құдашамызға Ақерке Құдашаға алтын жүзік көйлегімен бірге. Жолдасына да сыйлық бар. Нұрдәулет Құдағерек. Нұрдәулет Құдаға костюм шалбар, алтын жүзік перстень. Құтты болсын. Костюм шалбары. Небін айтпайын? Жаман сұрай жасыра айту керек. Мұрнын жасырмайды. Балжанның жалғыз абысыны бар, сол абысынына да алтын сақина. Құтты болсын. Тойға келіңіздер, тойға тағыңыздар. Құтты болсын. Енді бізге ортаға Ибрахим құда баламыз керек. Ибрахим қайда? Алихан үлкен бар. Балжанды бірінші танысқан осы ғой. Осы жігіттер Балжан апай ғой. Осы құда балалардың арқасы ғой. Сіздің немерелеріңіз бар. Жақсы әбер. Енді Зерген Құдашаның көйлегі трикотажный. Енді мына жақта Нұрдәулеттің курткасы. Ой, кешіріңіздер, Бақдәулеттің. Нұрдәулет деп жатырған. Бақдәулеттің курткасы. Содан кейін осы жерде Құданың қарындасы сізге мынау көйлегіңіз, костюміңіз. Костюмін ашып Құдашаға кигіздедің. Құдашаға костюм. Тура келетін шығар Құдашаның ойы.
Ой, қазір кешке тойдан кейін аласыз ғой енді. Кешке тойға билет дейсіз. Кешке тойға сватым деді. Ой, молодец. Көзде көрейік те. Күште жалтырап. Қосқасын. Мынау нағаш тоғыз. Мынау дастархандарымыз. Дастарханнан дәмінен ауыз тиіңіздер. Ал сендер Андағы әруаққа деген шапанғы. Азды көпті қызымыздың атынан әкелген жасауымыз осы. Аздамызды көптей көріңіздер. Әке шешесі, бауырларын аманға шақардан тағысын тағы бола жатар. Қазір тағы да бір неміз бар, рәсіміміз бар, қазір құда келсін. Жан дастарханды неге сап жерді, е? Нағашы тоғы. Тоқтайтыңыздар енді ана. Құдаларымыз сөйлесін. Құдайымызға тапсырып берсін. Өздеріне жарасын, тосын. Алла қалап жатса тағы да бір жаралымыз. Сіздерге де рахмет. Сізден рахмет сондай күні жүріп маған келіңіздер. Рахмет. Дастарханның байлығын, деннің саулығын берді. Жастарымыз бақытты болсын. Оныңызда ниеттеріне тігіп, өздеріне жұмысты болып, денелерінде тоза берсін. Алғылары ашып, мейірімді, жандар өсіп, көбейді. Бес баға, бес. Алты деген баға болса қойар едім, алты деген баға жоқ. Әдегендеріңіз үшін рахмет, ыстық денесінде тосын. Божаның ыстық денесінде толы болса, өсіп, өліп, көркейе берсін. Бұл кісі бес берді, мен 10 берейін. 10-ға. Қазір 5 деген баға қоймаймыз, қазір мектепте 10 деген бал қоямыз. Бал қояйын ба, бал қояйын, бал қойсын 10. Тойда тағамыз. Комплект алдым. Тойда тағамыз. Апамызға. Мама. Екеуіңіз суретке
Bakıt Kudabi, Ayat Kudabi. Kuda, koya salamızda iyi. Bakıt Kudabi. Iya, Nurşan Kudabi. Polat Kudabi. Nerede Polat Kudabi? Ayak Kuda. Енді үш жеңгесі ортаға шықсыншы. Екі келін, киім, төсек. Әпкесі мақтар. Үшеу. Әпкесі қайсы? Әпкесі Мама өзіңіз. Алтын Сахина. Жоқ, өзгенде Алтын Сахина. Алтын Сахина. Суретке түсірмеңіз керек. Маған солдырар оларды жүрегім теңін таппай жүреді ойда мені көріп қалған сұлу қыз Қызылорда қаласында тұрады
жаңа құдалар арасынан тілек айтпаған жандар бар еді. Құдаларымыз түгел емес қой, түгел дейді. Құдаларымыз арасынан Гүлнар құдашамыз және Нұржан құдамыз, Зәлима құдағиымыз, Айжан құдағиымыз, Гүлназ, Гүлжан атты құдаша құдағилар бар ма арамызда? Түгел айтпаған жандар. Алдымен құда тойларымыз құтты болсын. Мына 2 жас екі баламыз бақытты болсын. Әрқашан үйлестік. Құдалымыз мүзет болып. Тек қана тойда, қуаныштарда бас болсын. Кездесе мына 2 жас өмірлі болсын. Бақытты болсын. Қошеметтеріңізді қойып жақсы. Құрметті құдағайлар, бүгінгі үстіп бізді сезімге көшек жатқандарыңызға көп рахмет. Құлағында Құдай болса дейді, шынымен құлағында Құдай болса деген енді көзіміз әділ жетіп, қарамасаңыз енді ол жақтан біз Луговой деген Тараз жерінен осы Алматы жеріне келеміз деп ойлаған жоқпыз. Осы 2 баланың арқасы. 2 бала бақытты болсын, өмір жастары ұзақ болып, дендері сау болсын. Құдай 2 құдай бір-біріне аймай қарағандарына тек екеуі фигурасы түбінде бәрі бірдей болмақты. Балдия құдағайды жаңа апасы мақтап нетіп жатса, мен де келінімді мақтап қояйын енді. Мен де осы біздің келініміз әулетімізге түскен кезде бұлда инаматты иманды келін болды. Бұлда басына бұрамал тастаған емес. Сіз сияқты бұлда. Бұлда басқа келіндерімді тұрып жаланысын. Астанада келін енді. Современный. Күйеулері де бар, недері бір жаланбас жүр. Ләззатқа рахмет. Рахмет Ләззатқа өмір бақи бұрамал тастаған емес. Бекболаттың несін көтеріп жүрген жақсы келіндердің күні. Бәрі жақсы. Рахмет қойын неге. Бәрі жақсы. 7 келін бар біздің әулетте, 7 келін. Біздің құдағымыз өңкей қысқы, жақсы ниет болса, біздің апамыз өңкей, шешеміз өңкей ұл туыпты. Ішінде 3 жыл мына сіңілім, ең кенже сіңілім. Тағы бір сіңілім бар, әне болшы сіңілім. Ол ауыр өтірен, ол жол өсіремейді өздері. Бұлар енді екеміз қабырдағы солай шығады, екеуі жолдастары ерте кетіп қалды. Содан кейін мен бала шағаларымды еткізіп, оқытып келеді. 2 сіңілімде қалғандардың бәрі ұл, ұлда бәрі аман есен. Бір ұлымыз кетті ол дүниеге. Сол енді баспен бақытты болсын балалар. 2 жас бақытты болып, 2 балалар бақытты болса, бәріміз бақыттымыз. Біздер аман, ұзатан сіздер аман болыңыздар. Той бола берсін. Бағанадан бері жақсы тілектердің бәрі айтылғандыр. Балаларға мен де сол балаларға бақыт тілеймін, сізге Құдай денсаулық тілеймін. Осы балалардың қысымынан тоймай жүре беріңіз. Біз келгеніміз тек қана той болсын, тойларымыз тойға ұласа берсін. Мына Луговой мен Алматы алтын көпір болсын. Арамызда тек қана үлкен қапшықтар болсын, таситынар бері, бақытты болсын. Келініміз Алимовтың қызы Россиядан келген. Менің бауырымның мықтылығы соншалықты қарашаны күтті жоғып үйретіп қойды. Осы орында қалай сөйлейді. Әйтпесе бұл келгенде 1 грамм қазақша білмейтін Алимовская. Ана келінім Киргизка. Біз осы национальный неден келін арамыз. Ана отырған жеңген ұйғыр. Әшті біз национальный емесі. Құрметті құдағи, мынау 2 жастың арқасында бас қосып отырмыз. Сол 2 жас бақытты болсын, 2 орта алтын көпір болсын.
өмірдегі бар жақсылық тілеймін. Екеуі шаңырағы биік, керегелері кең болып, ұрпақтары кеңейіп, сіздің сүйікті де сүйкімді келіндерінің бірі болсын, инабатты қыздың бірі болсын. Мынау балаларыңыз тура менің балаларыммен аттас екен, Нұрдәулет, Бағдәулет дейді. Сол Бағдәулеттей бағы жанып, бақытты өмір сүрсін. Қошқан сені 2 жас бақытты болсын. Тойларыңыз құтты болсын, 2 жас бақытты болсын, біздің қыз күшті қыз. Біздің қыз тәртіпті қыз, күшті қыз, сол мәкші сіздің үйлеріңізге, отбасыңызға бақытты келсін. Бақытты болыңыз. Болсын, жаңа құрмет жасап келіңіздер. Енді біздің жаңа біздің балуыздай құдамызды құдағиымыз үлкен тойлап тілек етеміз құрмет жасап. Балуыздай құдамызды құдағиымыз екеуі жалпы 2 жақты құдағайлар. Үлкен тойда тілек етеміз. Енді мерейлеріңіз болсын асқарлы. Міне бір топ ағайындар қауымы сойғызы байғы қошқарды, алдарыңызға қойды астанды, олай болса құдалар көтерейік бастарды, түймей қалап қастарды. Бүгінгі құда тойымыздың жалпы ең керемет сәті құйрық бауыр беретін дәстүрі басталды деп құйрық бауыр беретін жақсылар. Ал құйрық бауыр беріңіздер. Оң белгілерін өр жағып, құда дегізген, құйрық бауыр жегізген, құйрық бауыр бермесін есіне құда дегізгендер, мәңгілік құда жегет болыңыздар. Ардақты жақсыларымыз қазірет білесіздер, заманның дамыған соншалық барлық тойды бір күнде істейтін жағдайға жеткенбіз. Қазір қазақ соншалық байып кеткені. Сонда мен енді қазір осы тойымыздың үлкен, енді баршаларыңыз біліп отырсыздар ғой, дәстүрлі бедашар тойымыз бар алда қазір. Сол дәстүрлі тойға біз бас бұрсақ, бет бұрсақ деп жатырмыз. Қалған жекжат жақсыларымыз тілек ниет білдірмегендер сол үлкен салтанатты кешімізде тілек ниет ақтаратын боласыздар. Дегенмен енді қазақта бір керемет дәстүр бар. Нағашылар ол күйеу көрсету дейді, білесіздер, ол күйеу көрсету деген дәстүр бар. Бекболатұлы енді құдай екеумізді мен өзім жеке үлкен алашының басы қосылған ұлан асыр тойда төртеумізді шақырып тілек алаңында тілек ұсынатын болады. Оған дейін енді ona күйеу балаларыңызды шекелермен жетегінде, әпшелермен жетегінде ортаға алып келеді. Сосын күйеу көріп болған екен құда біледі ғой, байырылда көрініп беріп жатады, біреулер не қылып жатады.
Ол енді әр елдің салты болса, елдер қарасқа дейін мен өзім енді біздің оңтүстікте сондай салт бар. Ол баршаларыңыз білесіздер, күйеу көрсету деген дәстүрді біз жалғайын деп жатырмыз. Көрсетейік. Çekşeler kıyı olalım. Kesin kalın. Ha bak taş parası. Ödemeler mi? Benim de ödemeler. Ha çekşeler ne? Yekilmez. Arastan yekilmez. Neydi? Kumatlayın. Allah'ınızda kıyı görüntüleri resim жасап сізді қазақ салттан аттан сүрінсекке салттан жығылмаған еліміз ғой, сонда мына салтымызды сақтап, дәстүрімізді дәріптеп, осы бір керемет алдарыңызға күйеу балдарыңыз көрсетіп жатқан жағдайымыз бар. Мынау енді Бекболат құда, Азат құдағи келді бүгін керемет кешімізге мырзалары мен көп ханым бастарыңнан бұлжымасын бақтарың, арайланып ата берсін әлі бір атқан ақтаның. Мен бетін ашқан келіннің естіп жүрмін құда қос-қосудан тапқан. Мен үйлену тойын басқарған баланың естіп жүрмін өсіп өніп жатқан. Мен сүндет тойын басқарған баланың естіп жүрмін төбесі көкке жетіп жатқан. Мен ұзатқан қыздардың естіген жоқ қайтып келіп жатқан. Осылайша қадамды құттау деп алдарыңа қадамды тастадым, алдарыңа күйеу көрсету деген рәсімді көрсетіп, күйеу балаларыңызды ортаға шақырдым, ағайыннан сұрай, күйеу балаларыңыз үшін бір қошемет соққан. Осы уақытқа дейін 1688 қыздың бетін ашыппын құда, 2300 қызды ұзатыппын, біреуі қайтқан жоқ. Қайтса қайтқан жат, бірақ айтқан жоқпын. Қайтамасын құдай, бақытты болсын барған жерінде. Енді мына бүгін күйеу балаларыңызды ортаға шақырып, осы бір қазақтың дәстүрін жалғайтын салтын міне түр десең түрі бар, бой десең бойы бар, бой. Нағыз қоңырат жігіт деп айтуға болады. Менің де руым қоңырат қой құда. Менің де руым қоңырат. Қайсы? Ал деймін, бұл болды. Супер қоңыраттың өзім. Ошуанға күйеу боламын десең. Ой, қалайтар. Шынымен сен қоңаңыздар. Шанышқылының қыздары ма? Мынау күйеу балдарыңыз ортаға шығарып, арнайы көрсетіп болып, енді сіздерден бір ғана өтінішіміз қазір осында құлаларды күтетін 5-6 ағайын қасында қалғаны жоғарға шайдеп тұрмыз Бекболат құда. Енді әрине ол сіздердің рұқсаттарыңызбен болатын нәрсе, өйткені үлкен бастап үлкеннің ақпарасы, үлкеннің тілегі, үлкеннің рұқсаты деген ежелден келе жатқан дәстүр ғой. Енді үлкеннің атақты үлкенді деген амалы сөз бар. Сонда мен осында Бекболат құдамыздан және де үлкен құдаларымыздан, араз жақсыларымыздан мен бір ауыз сұрайын. Мынау күйеу балдарымыз жоғарыға шығарып, бәлемді алғаласып басын қосып, бет ашар тойымызды бастасақ деп жатырмыз. Сіздер енді кішкене осы жерде тәрбиені бастан алсаңыздар, сіздерді салтанатты түрмен Алматы шаһарының ең деген мис сұлулары әдемілеп ортаға келетін болады қазір сіздер. Сіздер оған деген кішкене осында дәмден бастан сіздер бара беріңіздер. Ауысып көріп тәрбиені алыңыздар, әрбаттан алыңыздар, сосын оқыда екі жақ бір-бірімен тату болсын, бір-біріне деген әңгімесі түзу болсын, тек бір-бірлеріне тәтті сөздер айтып деген етін ортаға тәтті қояды екен, құлағабақ деген сияқты тәттілерді. Соны Алзияпа, тәтті беріңіз. Сіздің аузыңыздан точно тәтті сөздер шығады, құлағайында жүре барасың, сондай сияқты қой еді. Сондықтан тәтті беріңіздер, дұрысын болыңыздар. Қалғандарымыз құлағайында
Mayli шығайық. Amin. Amin. Dasarkan diri kita dasarkan ayatnya dan berbuat berbuat